Барлығына сәлематсыздар қауым. Бүгін біз өте ерекше жерге бара жатырмыз. Бүкіл әлемдік көкпар қауымдастығының вице-президенті Али Бамырзаның қорасына бара жатырмыз. Осы ат қорада неше түрлі чемпион аттар дайындалады, неше түрлі үлкен додаға қосылатын тұлпарлар бапталады. Бүгін сіздермен бірге тек ат қораны аралап қана қоймай, көкпаршының өзімен сөйлесіп, көп адам біле бермейтін қызықты дүниелерді бірге білетін боламыз. Ендеше кеттік. Достар, біз келдік. Бұл бір қарағанда жай ғана қора секілді көрінуі мүмкін, бірақ дәл осы қорада неше түрлі чемпионаттар бапталған, неше түрлі чемпионаттар шыққан. Және де бұл жердегі әр аттың өз тарихы, әр аттың өз мінезі бар. Бір жастар ма? Сәлеметсіз бе, Мұхаммед бапкер. Сіз осы Али Бамырзаның көкпаршысы ретінде танылғансыз Қазақстанға, иә? Негізі өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, алғаш көкпарға қашан келдіңіз? Біз алғаш көкпар негізі мен өзім қанша 4 жасымнан бастап көкпарда жүрміз ғой. Бала кезден, кішкентай кезден атқа қызығып, сонымен қалада тұрсақ та өзіміз қора ұстап, атты жақсы көргеннен кейін осы не дейді? Осы сферадамыз ғой былайша. Көкпарды қоя алмайсың ғой. Атпен ауырсаң жазылмайсың дейді ғой. Негізі бірінші мініп шыққан жылқыңыз есіңізде ме? Сипаттап бере аласыз ба? Көкпарға. Астанада ма? Иә. Миллионер деген атымыз болатын. Ең бірінші үлкен ат, тоже үлкен ат болатын. Сол бірінші мықты атымыз сол болатын. Онымен де үлкен салымдарға қол жеткізгенбіз. Кезінде автокөлікке қаншама салған мықты ат болатын ол да. Сосын Шымкент қаласына ағам бір досына сыйлап жіберген ол ат. Жақсы ат тоже, мықты аттар көп болды ғой. Бізде жыл сайын аттар ауыса береді, шетелден келеді, өзіміз барып алып келеміз, Россиядан келеді, Европадан келеді. Жаңағындай мықты аттар ауыса береді. Үш не дейді, пикқа жету керек болып жатыр ғой. Біз енді жеттік деп ойлаймыз. Аллаға шүкір, қазіргі аттарымыз орталық Азияға мықты аттардың қатарында топ 10-ке кіреді десем де мен ешқандай өтірік айтып қойған боламын да былайша айтқанда. Ал негізі ең үлкен жеңісіңіз туралы айта кетсеңіз өзіңіздің. Біз өзіміздің ең үлкен жеңісіміз өзімнің жеке салым ба или аттың жеке салымыңыз? 100 мың теңге ғой біздікі. Бір салым, иә. Енді қатты үлкен көкпарларға қатты қатыса бермейміз. Өзіміздің Астананың көкпарында шабамыз өзіміз. Енді жалпы үлкен тойлар болатын болса, Шымкентте мықты палуандарды алдырамыз. Солар шабады основной. Көкпарда негізі ең маңыздысы күш пе, әлде техника ма? Бұл жерде бүкілі керек қой, ер азаматқа. Физика керек, бойың ұзын болу керек, мықты болу керексің. Жалпы атың мықты болу керек. Біздегі қазірге мынау Европадан келген мықты аттарымыздың бойлары 180. Осындай мықты аттармен мықты палуан бірігіп шабатын болса, результатыңыз мықты болады. Ситуациялар болды ма сіздерде? Төрешілердің кесірінен жеңіліп қалған, бір салымды дұрыс есептелмей қалған ситуациялар бола ма көкпарда? Онда көп болады ғой. Аха. Енді ол жерде төреші екеу ақ болады да. Біз 1000 боламыз. Ол кісілерді тура түсінуге болады. Көрмей қалатын моменттер болады. Енді ол шаң болады, дода болады, ол кезде көру қиын да оларды. Дронда да көрмей қалатын кездер болады. Қазір дрон ұшып жүр ғой. Дамыған заманда дронда көрмей қалатын моменттер болады. Ондай майдаларға негізі майдаланбаймыз, ұрыспаймыз олармен. Шешімді сіздерге дұрыс дейміз. Нормально. Қай жерге? Ал
Дәл қазір алдымызда тұрған бізде Каддафи есімді тұлпарымыз өте үлкен және Қазақстанға танымал негізі тұлпар, иә? Негізі осы атпен алғаш қалай таныстыңыз? Бұл атты досымыз Өзбекстаннан бізге сыйға берген. Ағамызға сыйлайтын болып шештік, Алиб ағамызға. Сюрприз ат қой енді бұл. Өзбекстанның өзінде бұны қол жеткізбейтін баға ғой енді бұлар енді. Қазір Европаның мықты аттарын осындай экстерлермен табатын болсаңыз, Европаның өзінде 40 мың 50 мың доллар тұрады олар. Сондықтан бізге бұл бақ болып келді ғой жануар. Қазір 7 жасар ат бұл. Баласы да бар. Енді бүкіл көкпарға экстерлері келген ғой, бойы, жылдамдығы, жаңағындай қас-қабағы, көкіректері, аяқтары бәрі идеальный деуге болады да. Қазір мынандай аттар аз Қазақстанда. Дальнейшем Құдай қаласа осындай аттарды көбірек алып келуге, көкпарға үйретуге жалпы бәріне соған атсалысып жатырмық. Ағамыздың дальнейшем үлкен пландардың бірі ғой. Осындай үлкен аттарды көбейтсек па деген ойдамыз. Ал негізі көкпарда ең мықты тұсы қандай Каддафидің? Бұл дәу ат болғаннан кейін бізде дода дейді ғой енді, қалыңға жарып кіргенге мықтылығы сол. Жүректі ат, өте жүрегі мықты. Қорқуды білмейді ғой, короче. Енді додаға енді жүректі аттар керек. Бұның короче бүкіл жағы 100% ғой, короче. Жылдамдығы да маған ұнайды. Енді тәрбиеленді. Осы бізге келген кезде бұл көкпар шаппайтын. Ағама сыйлыққа келді, Қазақстанға мен өзім барып алып өттім. Сол кезде өзіміз нөлден үйреттік бұны. Кәдімгі мініс білетін тек қана болды. Сосын көкпарға нөлден бір жыл уақытымыз кетті. Аллаға шүкір, результаты мықты. Қазіргі номер айдың аттардың бірі болып тұр ғой. Ең қымбат ат бұл бізде қорамызда. Бір күндік күтімі қалай өтеді Каддафидің? Бір күндік күтімі таңертең, например, ерте шөп салынады. Шөп жеп болғаннан кейін су ішіледі. Су ішілгеннен кейін арадан 2 сағат өткеннен кейін жем беріледі. Су мен жемнің арасы 2 сағат болған, біз өзіміз солай қадағалаймыз. Өзіміздің ат бергенлеріміз бар. Сол кезде ат ауырмайды жаңағындай. Ат опасный ғой, колик болуы бар жаңағы. И жемдеріміз отборный аламыз, қымбат жем аламыз, витамин береміз. Енді ешқандай допинг қолданбаймыз оны даже. Бір доказать етудің қажет жоқ. Бірақ қымбат витамин береміз. Европадан келетін жаңағындай тамағына қосып беретін добавка дейді ғой, сондай витаминдер, мықты витаминдер береміз біз. Ал негізі осы көкпарда жаңа айтып жатсыз, Европадан келеді, әртүрлі шетелден келеді деп. Бізде осы Қазақстанда негізі қолтума аттарды көкпарға дайындауға ұсыныс бар ма, әлде ниеттеріңіз бар ма? Қолтума бізде өзімізде көп. Енді мынау именно осы жылы Каддафи үйірге түсті, Құдай қаласа. Үйірге түсіп, 12 биені тоқтатты. Жалпы енді үмітіміз үлкен, ондай мықты селекциямен айналысып жатырмық енді өзімізде. Қазірде осы жерде биелеріміз жүр үлкен. Оларды көрсетеміз. Тұмаржанның балалары бізде өте көп. Қазір, например, данное время. Осы Каддафидің келесі жылы Құдай қаласа құлындарын өзіміздің биелерден түсіруге әрекет жасап отырмыз. Мықты үлкен бойлары биік, даже былайша айтқанда енді қымбат биелерге қойдық та. Енді сол көбейту несінде. Сол енді Европаға бармастан өзімізден шығарайын деп отырмық, Құдай қаласа. Екінші атымыз, бұл атты сипаттап кетсеңіз, қандай жетістіктері бар жалпы? Чингисхан, например, болса, Шымкент, Түркістан облысында үлкен көкпарларда, әр барған көкпарында салымды болған тұлпарымыз, бізді қуантқан тұлпар. Ғасыр көкпарында 6 тайға салған көкпар. Көкпарда 6 тайға салған ат бұл. Астана қаласынан Алиба Мырзаны, Астана қаласынан Алиба Мырзаның, Астана қаласынан келген Алиба Мырзаны атыменен аттың аты Чингисхан Қайтуымыны Ғалымжан Мырзабаев жабынды салды. Көкпар ауысат дегенміз жігіттер. Ең біздің андай үлкен көкпар әлемінде үлкен жетістігіміз деп айтуға болады. Потому что Түркістан облысында ондай үлкен тойда бір салым салу не каждому да былайша айтқанда. Сол кезде бізді қуантты бұл жануар. Бұның жасы кішкентай, енді 5 жасар болды бұл. Бұнда бойы бір евро уровеньмен 80 әшейін шығады. Мықты, жылдамдығы мықты, бұның жүрегі мықты. Экстерьері бүкіл жері келген, аяқтары бәрі әдемі. Жуан жылқы. Бұл енді Құдай қаласа, одан да келесі жыл одан да үлкен жетістіктерге жеткізеді бұл, Құдай қаласа. Содан үмітіміз үлкен, бұдан біз ағамыздың ең үлкен жақсы көретін тұлпары, Әліб ағамыздың. Мықты тұлпарларымыздың бірі. 5 жасар болса да, иә. Сенбесеңіздер, үстің азу енді жардың. Кішкентай ғана. Көп айтатындар бар, қазір сенбей. Жануар. Тұлпарымыз туралы айта кетсеңіз? Бұл айдақар. Бұны ағам өзі Россиядан алып келген. Англа Буден парадосы. Бойы да 70-дің үсті. Бұл да мықты тұлпар. Тазағаны бар деген сияқтан.
элитный тұлпар ғой тоже. Бұның үлкен жетістігі сол бізге жаңағы айтпақшы үлкен эмоция сыйлаған, жаңағы BMW X5 көлігіне салған. Бұл да енді Астананың танымал тұлпарлардың бірі. Жасы 8 жасар. Одан кейін келесі адмирал ма? Бұл адмирал, я. Бұл адмирал 8 жасар тұлпар тоже. Ағамыздың өзі таңдап алып келген. Жамбасында жыртықты көрсеңіз, бір қасқырдан қалған тұлпар деп айтады. Ол тұлпарлар мықты болады жалпы. Қасқырдан құтылған тұлпарлар мықты тұлпар болады дейді. Бойы да тоже биік тұлпар. Пародасы өзіміздің қарабайыр. Көкпарда мықты результаттары мықты. Бұның да бұл да өзімізге келіп шапты. Көкпар үйретіліп, өзіміз үйреттік, жаңағында жалпы өзіміз тәрбиеледік, өзіміз қазір результатын көріп жатырық. Көкпарда мықты результат көрсетіп жатырық. Парламент деген. Парламент деген тұлпарымыз тоже жас тұлпар. 5-ке толды, құдай қаласа тоже. 4-тен 5-ке осы майский 5 тоже бойы үлкен. Жылдамдығы өте скоростной, соның ерекшелігі бұның жылдамдығы. Мықты прям жылдамдығы. Прям бәйгаттар сияқты қатты кетеді. Кабирхан 2 ғой бұл. Что дальше кеттік? Артын аттар деп таныстырайық. Например, бізде үлкен аттардың бәрі алдына, додаға қатты баратын, например, додан ашып беретін аттар болса, оның жетегінде жаңағы еңкейіп алып беретін палуанның аттары, бойлары аласалау келеді. Жуан жаңағындай. Мынау біздің Мыстор деген тұлпарымыз. Бойы кішкентай, бірақ жуан келген. Оның жасы 10 жасар. Мықты тұлпарларымыздың бірі жалпы. Бұл тоже артыңғы палуандар мінетін аттар деп айтылады. Бізде көкпарда алды арты деп қазір аталып прикол болып отыр ғой. Жалпы алдыңғы үлкен палуандар мінетін аттар, олар үлкен аттар. Келесі бұл Арманқара деген тұлпарымыз. Тоже артыңғы ат деп айтамыз ғой енді. Артыңғы аттың мықтысы. Тоже скорость жаңағындай бүкіл экстерьері келген. Жетектен қалмайды деген сияқты. Ал одан кейінгі мынау біздің 1 жасқа толды міне құдай қаласа. Кадафидің баласы. Бұны өзіміз арнайы әрең саудаласып алып келдік. Бойы қазірдің өзінде 60-тың үсті ғой. Таза Европа бұл. Биесі мықты бие. Жаңағындай. Кадафидің өзінің баласы. Прям полный документальный мықты тұлпар бұл енді. Мықты тұлпар болады құдай қаласа. Жаңағы біздің артыңғы аттардың мықтысы дегенмекші. Жаңағы Түркістан облысында үлкен тойлар шабатын ат деп алғанбыз. Жабай қасқа деп Түркістан облысына танымал атымыз бұл. Артыңғы ат тоже. Қазір біз шоколад деп атын ауыстырып қойдық. Цветі шоколадный болған екен. Тоже мықты аттың бірі. Одан кейінгі мынау біздің баяғы 10 миллион Семей қасқа деп ағамыз шаптыратын. Жануар. Бұл да артыңғы ат мықты ат. Бұл Тараздан келген ат. Өзіміздің таза қарабайыр. Бұнда жүректі ат, бұл да парламентпен бірге келген ат. Мини тұмар деп айтамыз ғой. Бұл, короче, таза донский порода. Тоже скоростной өте. Бұл ағамыз өзі қазір мініп жүр. Ермегіне. Үйретіп жатырық, тоже тәрбиедегі ат. Бірақ бұндай экстерьер негізі редкий. Жаңағындай. Қаны таза бұның, ешқандай лишний несі жоқ. Жасы 4 жасар тоже. Астананың, Қазақстанның бәрі білетін Тұмаржан. Тұмаржан деген тұлпарымыз бұл. Тараздағы Айша биби деген Нұрик көкеміздің оригинал Тұмардың баласы. Бұл атты енді біз қатты не дейді андай, аяп жердік та. Ағамыз өзі ешкімге ұрғызбайды бұны, көкпарға қоспаймыз. Жаңа ұрықтыққа не істедік. Енді көкпарға, например, кейбір аттарды ерте қосып қойсаңыз, олар көкпардан шығып кетуі мүмкін да. Соның үшін бұны біз кеш қосып жатырық. Құдай қаласа осы жылдан бастап шабады. Бұның жаңа қазір тайлары көп, именно Тұмаржан тайлары көп, мықты биеден алған. Бұл енді экстерьері әдемі болады. Жаңа құлақ, бас, бой, цвет жаңағында, жылдамдығы, скорость страшный. Көкпар басып айтсаң бір кайф та. BMW-да кетіп жатқандай кетесің. Действительно мықты ат бұл. Бұл да артыңғы атымыздың, жақсы артыңғы атымыз. Баяғыда Золотой Мустанг деген атымыз болған, соның баласы. Мини Мустанг деп қойып қойғанбыз атын. Бұл да X5-ді, кстати, көтеріп берген осы артына. Айдахарға көтеріп берген осы ат. Мықты ат. Общий бізде ат 14 ат бар, 14 ат бар ғой. Мынау Кобра. Кобра деген ат. Кобра, неге кобра? Бұның мінезі бойы үлкен. Бұл ағылшын мен буден ғой пародасы бұның, Короче, бұл мінезді ат, өте жүректі ат, скоростной. Кобра демекші мен ол мініп келе жатасың ғой, 2 метрге қарғып секіреді. И додадан қорқпайды, өте жылдам ат. Жалпы өзім жақсы көретін аттардың бірі бұл, Кобра деген. Толик палуан жауып үйретіп берді бұны бізге. Бұл да үйреншік, 5-ке толды ғой деймін, бұл да 5 жасар.
А мына өзіміздің Алмаз деген тұлпарым менің өзімнің жеке көкпарда мініп жүретін. Тараздан алғамыз, жақында жаңа келген ат бұл. Келсе де жақсы, несі жылдамдығы мықты, бұның жасы да кәрі емес, 8 жасар ат. Көкпар жақсы. Енді бұл біздің техникалар, жаңағы каневоз 6 аттық. Ішінде душы бар, жаңағындай киінетін жері бар. Енді қымбат мықтаттар болғаннан кейін енді безопасностьті ойлау керек қой. Абай болу керек, осындай қымбат техникаларды тасымасаңыз, газель жаңағындай бір болмайтын бірдеңелерге артатын болсаңыз, енді аттардың бізге безопасность самый главный. Абай болуымыз керек. Ол аттар бізге чтобы біраз қызмет ету үшін, жаңағындай додадан көріну үшін. Каневоз обязательно осындай мықты мерседеспен тасымасаңыз, ол да қауіпті аттың денсаулығы үшін. Бұл да қиналмай барады, комфорт кәдімгі. Алыс жолға барсаңыз да қиналмайсыз. Сондықтан осыны сатып алуды шештік біз. Мынау талисман деген ағамыздың жақсы көретін құлыны, Тұмаржанның баласына 1 жасар болып отыр, құдай қаласа. А мынау бізде биелер өзіміздің не дейді андай, қолдан қоямыз деп айтамыз ғой жалпы. Үйірге жібермей қолдан қоятын мықты биелеріміз тоже, бойлары биік. Мұз белдің қызы бұл егіз туған, ана 2 алатай содан. Алаң қалауымен егіз туған. Осы биенің жуан бие тоже. Анау Тұмаржанның қызы Байталкас. Мына биенің баласы, ана талисманның анасы деп айтамыз ғой, биесі, талисманның биесі. Талисманда, например, жүйрік мықтат болады. Формасы, жаңағы аяқтары тоже экстерьер дейді жалпы. Мықты. Бір биеміз егіз туып, Аллаға шүкір, құлындары әдемі өсіп келатыр. Осы мұзбелдің Аманжолағадан біз 5 бие алғанбыз. Сол көк биенің іштен шыққан қызы болатын. Сол енді қазір 4 жастардың асты ғой. Бірінші тумасы, бірақ егіз туды сразу. Бізде мына жақта шашлык дайындайын деп жатыр қазір. Негізі Бану өзің осы мысалға қазір көріп жатсың, Алиба ағаның өзінің конюшнясына келіп обзор түсіріп жатыр. Жалпы өзіңнің айтарың бар ма? Өте керемет, но маған ең бірінші пайда болған чувство, біз өзіміз қыс бойы конкурда жүрген соң, ол жақта аттарға вообще басқаша қарайды, көкпарда мүлдем басқаша қарайды. И біз сол екеуімен андай бір ортасындағы баланс сияқты болып тұрмыз да. Бір жағы да дұрыс, мына жаққа келсең, мына жақта дұрыс. Андай нормально. Менің ең бірінші қабылдағаным сол. Так, конечно, өте әдемі, Каддафиді өмірде көріп, вообще ырза болып қалдық, реально 50 миллионға стоит екен десең. Бізде осы атбегілердің арасында бір-біріне деген көре алмаушылықтар бола ма? Енді көкпарда жүрген мықты жігіттер, серьезный жігіттер деп айтады біздің тілмен айтқанда. Біз көкпарда простой адам жоқ қой жалпы. Потому что бір атты асырау қазір оңай емес. Әрбір қорада минимум 3 пар деп айтады, 6 аттан тұрады. Оның, например, мықты адам асырайды, өсектемейтін, бір-бірін көре алмайтын. Бізде ондай зависть жоқ, например, бір-біріміз көре алмау деген. Мен Түркістан облысы, негізі көкпар жайында Түркістан облысын айтатын болсақ, ондайлар жоқ деп ойлаймын. Енді кімнің бағы жанған күнде соның ат салады ғой. Бірақ оны көре алмай қалып, әттең-ай деп олай не істемейміз. Бұйырмаған екен деп айтамыз, болды. Келесі көкпарға қатырақ әрекет жасаймыз деп айтамыз. Солай болады. Ал негізі қай өңірдің көкпаршылары ең мықты деп есептейсіз өзіңіз? Түркістан облысы ғой. Түркістан облысы, например, Сарыағаш жаңағындай ғалымжан ағаларымыз бар, Қазығұрт мықты. Ол общий Түркістан облысына жатады. Қазығұртта мықты балуандар бар, Төле би, Ленгір мықты балуандар көп. Жаңағы Қошқар балуан баяғы сол кісілер сол жақтан шыққан. Түркістан облысына қазір Түркістан облысын озып өту басқа облыстарға последний бір 30 жылда бұйырмайды ау. Точно железно. Ал негізі осы көкпарда ең топ 5 палуанды айта аласыз ба өзіңіз? Мен топ 5-ке келтіру қиын болады. Потому что бәрін танисың, бәрін дос жоран, ағалар. Қиналсам да айтып көрейін. Өте палуан көп қой қазір. Қазақтың жігіттері мықты. Жаңағындай палуан деп айтуға лайықты. Жаңа палуан деген кезде бәрінде физикалық жағынан мықты болу керек. Адамгершілігі мықты болу керек. Например, бокс сөзі көп айтпайтын, жаңа жастарға үлгі болатын. Енді өзім бірінші орынға мен Ғалымжан Мырзабаев ағамызды қоя аламыз. Сарыағаштың, Түркістан облысының мықты палуандарының бірі ғой. Не только Түркістан облысы, жалпы Азия. Одан кейін Бәйдібек палуанды қоя аламыз. Бәйдібек палуан, например, ол тоже
біздің қатарлас замандас үзеңгілес палуан, ол мықты палуан. Ерсайын палуан мықты, 3-ші орынға Ерсайынды қоюға болады. Азирет деген ініміз бар өзіміздің мықты палуандардан. 5-ші орында өзімнің досым жана Жорабек Ақбаев. Ол кісі деп айта алмаймыз, енді ол жігіттің палуандығы, адамгершілігі мықты. Көк теке басқаны дейді ғой, текені ұстап, қолында күші көп, жаңағындай тақымы мықты палуан жігіттер. Лишний әңгімесі жоқ, жаңағындай өсек айтатын балдар емес та. Палуан деген кезде барлық сипаттамасы келу керек қой. Бір ғана айқайлап палуан көкпар басып шауа берсе, палуан деп айта бермейсің ғой. Жастарға үлгі болатын осы 5 жігітті айта аламын. Енді қазіргі менің соңғы уақытта көкпарда өздерінің результатын көрсетіп жүргендер. Ал негізі осы қай көкпаршыға қарсы ойнау қиын деп ойлайсыз? Бізде жаппайда ондай қарсылас бола алмайсыз. Потому что жылқы көп, жаңа ат көп қой енді, палуан көп. Сіз онымен даже көкпарда жолықпай қалуыңыз да мүмкін. Соншалықтандай. Команда деп айтатын болсаң, енді қазір команда көкпар дегенмен жаппай көкпар шатастырма. Біз енді жаппай көкпардың адам болған екен, команда көкпар Әулие-Ата мен Түркістан облысы ғой. Әсіресе олардың қарсыластықтығы баяғыдан келе жатыр, мықты. Ол жерде ойнайтын көкпарда палуандар да мықты. Ал жаппай көкпарда сіздер бір-бірлеріңізбен бүйтіп қарсылас деп айта алмайсың. Жылқы деген енді көресіздер ғой, жылқы деген күнде ол Toyota Camry емес қой. Бір темппен жүре береді. Бір дойда ауырып қалуы бар. Жанкүйер болатын болсаңыз, бір жылқыға дақанса жанкүйер болуыңыз керек та, например. Ол ауырып қалуы бар, бір тойда дұрыс істемейді, бір тойда жақсы істейді деген сияқты. Ол бабына қарап шабады ғой енді ол да. Бір темппен шаппайды, сондықтан қарсылас деп айта алмайсың. Жаппай көкпарда қарсылас жоқ бір-біріне. Ал негізі осы көкпарда бір ережені өзгертуге мүмкіндік болса, қандай ережені өзгертер едіңіз? Көкпарда кішкене ерегісіп қалсаң, КамАЗдың артына барып бір төбелесі болды десең. Ереже өзгертетіндей түгі жоқ. Қазір үлкен ағаларымыз атсалысып жатыр, жаңағындай өзіміздің, например, Ғани Ахметбаев деген ағамыз бар, Түркістан облысында ол федерация, жаппай көкпар федерациясының. Ғани Дерманов деген ағамыз бар. Өзіміздің Алиб ағамыз бар. Ол кісілердің, например, енді көкпарға атсалысып жатқан Астана қаласында Ералы ағамыз бар. Олардың еңбегі мықты. Ол сен көкпарды ұйымдастырудың өзінде қатты не керек, еңбек керек, действительно, ол кісіні сен, например, қазір айтады ғой, көп жерде ішіп, жаңағындай тойлап, ночной клубта жүргенше, например, кішкене ақшаң жинап, көкпар берсең, елдің батасын алып. Сонда да қазір комментарияларда көп жүреді ғой. Осы көкпарда не бар, ақша шығын жасап, қайырымдылық қор жасамай ма деген сияқты. Енді біздің ағаларымыз өзіміз, Алиб ағамыздың өзін айтады, көп ағаларымыз қайырымдылық қор жасайды, оны көрсетпейді, көз қылмайды, бірақ көкпар береді. Екі жаққа да үлгерсең, оның жамандығы жоқ, елден бата алып көкпар беру, ол запрет қою, оған ондай жасау, көремаушылық танытпау керек қой жалпы. Жылқыларға келсек, осы көкпарда ең қымбат жылқы неше теңге тұрады? Енді жылқының бағасын халық береді ғой. Например, өзіміздің қорада айтатын болсақ, өткен жылы, например, Каддафи тұлпарымызға 100 мың ұсынған. Ағам әлі оның қызығына тоймадым, мен сатпаймын. Жаңағындай баласын көбейтеміз, жаңа ұрықтыққа не істейміз деп сатылмай қойған. Ал жалпы естуіміз бойынша, жаңа Шайхан Қажы деген енді көкеміз бар, үлкен ағамыз бар, Бағлан деген ағамыз бар, ұлдары. Солардың тәрбиесінде тұрған қазір Спартак деген жылқы бар. Тоже өткен жылы 500 мың долларға сатылмай қойды деп естігеміз. Енді оны өзің, например, сен баға қоймайсың жылқыға. Біреу келеді, сондай бағаға сұрайды. Егер сен сатылмасаң, сол баға сенде қалады. Солай шығады аттың бағасы. Атақ, любой атқа баға қоя бермейсің ғой, ол да өзінің додаға қалыңдыға баруына байланысты, жүйрігіне байланысты, результатына байланысты бағасы көтеріледі. Жалпы өзімізде қазір 500 мың доллар деп ойлаймын өзім. Гранит деген ат мықты. Көп Жетісу Қанат деген досымда Халиф деген ат бар. Ол да егер сатпайды, ол сататын болса өте құны қымбат аттар. Формасы. Білмеймін енді. Көкпардағы қысым, жаңағындай, үлкен Түркістан облысында дәу тойдың қысымына шыдай алатын ат керек қой. Ол бәріне шыдайды, жаңағындай пробканы шашып жібереді деген сияқты. Оны сөзбен түсіндіріп бере алмайсың. Не үшін қымбат? Ол 500 мың доллар, значит, ол 500 мың доллар тірлігін істей алатын ат қой, солай болады. Ол ауадан келген ақша емес ол. Тип андай, баға емес тәшейін. 500 мың доллар деп айта салатын емес та. Жұмысына сай, сол үшін қымбат ол. Негізі көкпарда бір жылқы неше жыл шабады? Енді бабына байланысты. Тоже айта кетсек, жаңа Байтөре деген атты білем. Ол сол ат көп шапты. Жұлдызхан Тайырбеков деген мықты ағамыз бар бізде. Түркістан облысында сол кісі шапқан, үйретіп, сол кісі соңғы көкпарында Жантөре деген палуанмен шапты. Жантөре соңғы бір 10 жылдан астық, мен точносын білмейді екенмін, кешірім сұраймын. 10 жыл шабады ғой негізі, жақсылап баптап шаптырсаң. Енді қазір көкпар атты ұстау қиын. Отборный жем аласың. Жаңа шірген бірдеңе бұзылған жем жесе, ол сразу өледі. 24 сағаттың ішінде алып қалсаң алып қалдың, 50-50 болды.
енді соны допускать ету үшін атбегі мықты болу керек, қарап беру керек, еріншек болмау керек, жаңағы аттың қиын оны. Например, енді сіздің сұрағыңыз тоқетері 5 жыл мен 10 жылдың арасында шабады. Сіз өзіңіз атбегі ретінде көкпарға ат жүгіртіп жүрген адам ретінде мысалға бір жаңадан көкпарға адам келеді, оның общий расходын есептеп бере аласыз ба? Бір жылқысының мысалға бір жылқы шетелден алып келеді, осындай расходпен алып келеді, және де олса жүгіртеді деген секілді. Сіз, например, бір көкпарға бізге достарымыз, өзіміздің арқамыздан келген достарымыз көп, артымыздан еріп келген, бізге үйретіңіздер, жаңа жалпы ат алайық деген сияқты. Ат қазыққа қарап та шабады ғой. Обязательно сізге бірінші барып $100,000 шетелден алып келу не обязательно. Жаңа көрсетме алмаз деген ат, сондай бір 1,8 миллион, 2 миллиондарға сондай ат алсаңыз, например, сол атпен результат көрсетуге болады. Жаңа эпикировка дейді, етігінен бастап, киіміне бір 50 мың теңге, 100 мың теңге кетер. 2,5 миллионмен бастауға болады көкпарды. Енді ол біріншіден жақсылап сол ұстаз деп айтады ғой бізде. Ұстазбен тәрбиесін алу керек, кішкене сұхбаттасу керек. Көкпарда аяғын сындыру деген өте оңай зат. Сол сындырып алмас үшін аяғын дұрыс қойып білу керек, додада жүру білу керек. Ол сүріншек ат алмау керек, мықты ат алу керек. Атты да таңдау да оңай емес жалпы. Көкпар арасында қай мемлекет мықты деп ойлайсыз? Енді өзіміздің Түркістан облысы, жалпы Қазақстан мықты болып тұр ғой. Жаппай көкпар бойынша команда көкпарға келетін болсақ, қырғыз бен қазақ жаңағындай конкурент. Эл классико ғой, всегда Барселона мен Реал сияқты футболдағы. Ал бірақ енді оларды бір-бірімен бүйтіп салыстыра бергенде дұрыс емес. Оларда нервтету мүмкін, кішкене жынданады. Біз неге слабый деп айттыңдар. Енді қырғызстандықтардан сұхбат алатын болсақ, қазақтар слабый деп айтады. Қазақтардан сұхбат алатын, қырғыздар слабый деп айтады. Ал бірақ негізі бір қырғыз-қазақ бір туған дейді ғой. Жалпы сол достықпен дружно шапсақ деп ойлаймын да. Енді ұтылғанның несі, ұтылған жер көтереді, ол ешқандай бір не емес қой, соны бұт қалмайды ғой бәрі. Бізде енді кішкене палуандарымыз, мықты аттарымыз слабый болып отыр. Оны жоғары жақта білетін шығар, федерация президенттері де білетін шығар. Соған мықты аттар алып, неге тәрбиелемеске командаға ойнайтын. Біз енді жаппай көкпарда біз профессионал болуымыз мүмкін, бірақ біз команда көкпардан хабарымыз жоқ. Бірақ мен өзім қызығам. Жаңа бір мини тумар деген атты көрсеттік, біз соны командаға үйреткім келеді өзім, жалпы неге результат бермеске одан да. Сондықтан Қазақстанның жалпы аттары да мықты, додасы қалың, той көп бізде. Қазақстан мықты деп айта аламын. Ол спорласа берсін, не болса да сол Қазақстан мықты. Ал негізі қазір көкпарда үлкен кісілер көп айтады екен. Қатын көкпар, такси көкпар деген ол неден шығады, неге олай аталады, сол туралы айтып кетсеңіз. Енді ол үлкен кісілер болған екен, олардың аузына қақпақ бола алмаймыз. Өкпесі бар шығар, көремаушылық шығар. Енді мен өзім айтам, қазіргі парланып жатыр дейді, бір-біріне қалың мал беріп жатыр дейді, жаңағындай үйленіп жатыр дейді, қатты айтады да ол. Қазіргі біздің замандастардың көңіліне қатты тиетін әңгіме да ол. Например, кезінде теке шапқан болса, 35 кило шапқан. Ол мен видеоларында көріп жатырмын ғой, жаңа өзіміз атамыздың видеоларын көргенбіз. Аттары, жылқылары кішкентай болған. Бойлары 155 болған максимум. Қазіргі заманның аттарымен заманына қарап шабу керек қой. Қазіргі, например, қазір ең кететін болсаң, мойның жұлып өтеді да. Мықты аттар бар да. Қарсылас кеп, жалғыз өзің көкпарды жерден көтеріп келетсің, қарсылас кіріп келетін болса, қарсы кеп келетін болса саған, мойның жұлып кетеді. Сондықтан қазіргі үлкендерге айтарымыз, тойдың басына келсе, батасын берсе, тамағын жеп, шапанын жауып, сонымен үйіне қайтса да. Енді көп критиковать ете бермеу керек та, көкпар дамып келе жатқан кезде ше. Ол ұят та, мен, например, намысына тиеді, ол да біздің атамыз мықты болған екен. Енді қазіргі достарымыз енді 35 жас жігіттер шауып жүр ғой. Олардың бала шағасы бар. Ол айтады ғой, біздің әкеміз қатын ба сонда деген сияқты айтады да, олардың намысына тиеді. Сол да аталарымыздан, үлкендерден, үлкен палуандардан сұрайтынымыз сол. Қазір көкпарды қатты критиковать ете бермесе, жаңағындай жамандай бермесе, наоборот, молодец, жарайсыңдар деп айтып қойса, ол қазіргі палуандар қуанып шабады да. Бизнес болып кеткен дейді, ол бәрі заман талабы ғой оны енді. Кезінде, например, сізден біреу ат $100,000 сатып алмаса, кешіріп қойыңыз да. Қазір требуется жаңағы ақшасы бар адамдар $100,000 аталып жатыр. Неге сатпасқа оны? Неге сондай аттарды көбейтпеске деп айтайын да, жалпы. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы ондай қатты көкпарды сынға ала берген дұрыс емес. Негізі көкпардың қазір дамыған кезі ғой. Бұдан артық дамитын роботтармен шаппасақ, уже аттар отборный, жаңағындай палуандар мықты, қазір пикте тұрмыз да, шыңда тұрмыз. Көкпардың ең дамыған кезі ғой енді.
Қазіргі кезінде көкпар мықты болған, қазіргі көкпар онша емес деп бүйтіп салыстыра берген дұрыс емес. Енді қазіргі менің өзім, енді мен осы ол кісілерге ақыл айтатындай жаста емес шығармын, может, мені ертең ұрсатын шығар, сөгетін шығар, боқтайтын шығар, бірақ мен айтарым сол, қазір көкпар пикта тұр да. Прям самый максимальный дәрежеде тұрмыз деп ойлаймын. Палуандарымызға үміт, Алла қаласа үлкен додалардан көріне берсін. Аттарымыз танымды бола берсін. Сонымен достар, түсер қауым, осымен мен өз видеомды аяқтаймын. Сіздерге осы видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Көкпар туралы жақсы информация алдыңыздар деп ойлаймын. Неше түрлі жылқыларды көрдік, араладық, атқораны араладық. Сіздермен бірге өте қызықты дүниелерді білдік деп ойлаймын. Сіздерге өте үлкен рахмет. Келесі бәйгеде немесе конюшнада кездескенше. Сау болыңыздар.